ол қылмыстық жауапкершілікке тартылды ғой, қылмыстық процесс кодексінің 420 бабына сәйкес. Оны енді біз осы берген жауаптарының байланысты осы сот тергеу аяқталған кезде, болмаса сот аяқталар кезде бір тиісті өтініш хат түсіруіміз мүмкін. Сот өз тарапынан да оған бір шара қолданады деп ойлаймыз. То есть ее статус может поменяться от свидетеля до подозреваемого? Может. Мы утвердительно не заявляем, но это возможно. Бұл жерде тергеу бағана айтылды ғой, тергеу тарапынан жіберіліп қойған кейбір кемшіліктер. Егер сол бірінші 5 қазанда нақты айтылған, пышақ соғылған, қай жерден соғылған, анасының баламды өлтіріп жатыр деген егжей-тегжейін айтып берген. Қазір енді мен шок болдым дегені бізге ол күмән тудырады, себебі мен әдейі оқыдым ғой. Жоғары жақтағы, бір беттің жоғары жағындағы нақты айтылған жауаптарын қуаттайды да, екінші абзацтың кезінде шокқа түсіп қалады. Ол мүмкін емес. Нұрбекова бір сұрақ қаруға қатысты. Нұрбекова бағана жауабында айтты, қаруға қатысты. Қаруды мен Шерзаттың қайтыс болған ағасы Нұрғанаттың қолынан көрдім. Қараңыз, егер материалынан зерттейтін болсаңыздар, бастапқыда мен қазірден де айта алмаймын, өйткені түстен кейін ол сұрақты қойды. Бастапқыда ол жас бала алып шықты дейді. Менің әкемді жіберіңдер деп айтып. Яғни Шерзатты меңзейді. Сондықтан қазіргі таңда ол бір емес бірнеше рет өзінің берген жауабынан басқаша бір жауап беріп жатыр. Ол бір жерде ғана емес, өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Қазақша жауап берген жоқ еді, оны біз көзін жеткіздік соттың. Барлық 6 тергеу әрекеті болған осы Нұрбекова Эльмирамен қатысты. Барлығында ол қазақ тілін таңдаған. Қазақ тілінде әдемі жауап беріп отыр. Ал бірінші өткендегі сотта ол орысша жауап бердім деп айтқан.